облыстық әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат комиссиясының мүшелері бүгін осы перзентханаға келіп өмірге Наурыз мейрамы қарсаңында келіп жатқан сәбилерді құттықтап және олардың отбасыларын, аналарын құттықтап ерекше бір сезімге бөленіп тұрған жайымыз бар. Бүгінгі іс-шараның маңызы сол, ерекшелігі сол, біз мына Қазақстандағы дүниеге келіп жатқан әрбір бала үшін ерекше қуанышымызды білдіруге мүмкіндік туындап тұр. Негізі осы комиссия мүшелері Наурыз мейрамын атап өтудің жаңа тұжырымдамасына сәйкес 10 күн бойы түрлі іс-шараларға белсене қатысып жүрміз. Оның ішінде түрлі отбасыларға қандай да бір сый-сияпат, құттықтаулар немесе бірлесе іс-шаралар өткізумен қатар, бүгін осы қатарымызға қосылып жатқан жаңа азаматтарды құттықтаудың сәті келіп отыр. Босану барысы дәрігерлердің көмегімен, қасымдағы партнерімнің көмегімен, Алланың қалауымен жеңіл өтті. Қазір дүниеге аман сау бала келіп отыр. Әкесі екеуміз ақылдаса келе, Рамазан айында дүниеге келгендіктен бір шешімге келіп отырмыз. Сегодня в преддверии светлого праздника Наурыз мы, члены областной комиссии по семейно-демографической политике и делам женщин, провели, я считаю, очень замечательное мероприятие. Мы прибыли в родильное отделение Центра матери и ребенка и поздравили двух мамочек с рождением детей, что примечательно, и в одной и во второй семье это 4-й ребенок. В одной семье родилась девочка, в другой семье родился мальчик. Мероприятия должны проводиться, должна усиливаться именно ценность семьи, ценность воспитания детей.